Абдураззақ рахимахулла өзінің мұсаннафында зікір қылған асарда Али радиаллаху анху айтады. Ихфазу анни хамсан дейді. Менен 5 нәрсені жаттап алыңдар дейді. Фалау ракибтумул ибила фи талабихинна ла андайтумухунна қабла ан тудрикухунна дейді. Егер осы 5 нәрсені іздеп түйеге мініп жолға шықсаңдар, сол түйелерін арықтап бітетін, бірақ оған жете алмаған болатыныңдар дейді. Яғни ол дегені мынау айтылатын 5 нәрсе ең қымбат сөздерден. Радиаллаху анху айтады: ла ярджу абдун илля раббаху дейді. Пенде үміт байлайтын болса, тек қана Раббісінен ғана үміттенсін дейді. Түсінікті ма? Басқа біреуге үмітін байламасын. Бұл таухидтен. Аллах айтады: "Фаман кана ярджу лиқа раббихи", кімде-кім Раббісіне жолығуды үмітінде болатын болса, фали'амал амалан салиха, жақсы амалды істесін, вала юшрик би ибадати раббихи ахада, өзінің Раббісіне болатын ибадатта басқа біреуіне шерік қоспасын дейді. Ла ярджу абдун илля раббаху, пенде тек қана Раббісінен үміт етсін деп отыр. Вала яхафу илля замбаху, және пенде тек қана өзінің күнәсінен ғана қорқсын дейді. Сөкті ма жоқ па? Бұл ақиқатта бізге өте керек сабақтардан. Біз ана жерде мынандай болып кетіп жатыр, мұсылмандар мынандай болып кетіп жатыр, анау бүйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр, ананы ұстапты, мынаны салыпты, мынаны ұрып жатыр екен, мынаны түрмеге салып жатыр екен, ести бересің. Ана жерде өлтіріп жатыр, мына жерде, олардың барлығы әрбір адамның басына келіп жатқан тағдыр. Сенің қорқуың керек болған нәрсе басқа нәрсе, бірақ сен дұрыс, ол мұсылмандар үшін ашынасың, күйінесің, дұрыс па жоқ па? Оларға дуа қыласың, қолынан келген жақсылықты істеуге әрекет қыласың, ең жоғы дуа. Сол үшін мұсылмандарды, бүткіл жер жүзіндегі қиналып тұрған мұсылмандарды дуамыздан ұмытпауымыз керек, азан кеш. Бұл дуа ең аз уажыбымыз біздің. Түсініксіз бе? Қолымыздан келіп тұрған нәрсе сол. Оны да ұмытып қойсақ, онда бізге мұсылмандар үшін ой болмай қалады. Тек қана өзімізді ғана ойлап қалған, не дейді оны? О, қазақшасы қалай болады? Өзімшіл адам. Өзімшіл адам болып қалады ол. Тек қана өзіне ғана, мен болсам, мен жесем, мен ішсем, мен ұйықтасам, мен демалсам, мен байысам, мен. Сөкті ме жоқ па? Аналар, олардың тыныштығы, олардың ауырлығы, олардың аштығы, қыстың суығында не істеп жатыр, жаздың ыстығында не істеп жатыр? Солай ма жоқ па? Оларды ойлау керек адам. Жоқ дегенде дуасы менен. Аллах, солардың жетімдерін сақта, жесірлерін сақта, шалдар, кемпірлері, жасы ұлыларын өзің амандықта қыл, ауруларына денсаулық бер деп, жоғалғандарына амандық бер деп. Түсінікті ме? Олар дуа қылу керек. Бұл сөзсіз нәрсе. Бірақ сен өзіңе келетін болсаң, сен өзіңе анау ракетадан, мына автоматтан қорқпа. Сен өзіңнің күнәңнен қорқ. Түсінікті ме жоқ па? Сен өзіңнің күнәңнен қорқ. Себебі осы күнә сенмен қабырға түседі. Түсінікті ме жоқ па? Қабырға сенмен Фирауында түспейді, немесе сенің ең дұшпан адамыңда түспейді. Саған бит тұрған адамда түспейді қабырға. Сенмен түсетін нәрсе қабырыңа не ол? Күнәң түседі сенмен. Сол үшін айтып жатыр радиаллаху анху: "Вала яхафу илля замбаху" деп. Қорқатын болса, тек қана несінен қорқсын? Күнәңнен қорқ. Осы күнәңмен бәленің барлығы келеді. Аллах тауфиқты алып қоюы, жүрегіңді қарайтып қоюы, жақсылықты жақсылық деп көрмей, жамандықты жамандық көрмей қалуыңның, біз мысал келтіретін болсақ көп, солардың барлығына себеп болған не ол? Күнә. Сен күнәңнен қорқ. Анау саған мынандай деп жатыр, мынау сені жамандап жатыр, азан кеш сені туралы айыптарыңды айтады, қателеріңді шығарып жатыр. Түсінікті ме жоқ па? Мұсылмандар ретінде сені көшеде жамандайды, солай ма? Әйеліңді жамандап жатыр, балаңды жамандайды, қауіп қатер бар ар жақта. Ол тағдырдағы нәрсе, сен білмейсің не болатын екен. Білесің бе не болатын екен?
Білмейсің. Бірақ күнәң білесің бе сен оның жоқ па? Күнәдан сәлемет болу не екенін білесің бе жоқ па? Күнә немен келеді? Не уажипті тастауменен, немесе? Не уажипті тастаумен, не арамды істеуменен? Не парызды тастайсың, күнәлі боласың, немесе арамды істейсің, күнәлі боласың. Сен содан қорқ. Сол сені қорқыту керек. Түсінікті ме жоқ па? Анау бүйтті, мынау бүйтті. Несінен қорқасың? Ол бір адам сен сияқты. Сөйлеп қояды. Ештеңе қалмайды ол. Солай ма жоқ па? Қанша адамдар бар, 2 реттен, 3 реттен, 5 реттен өлімге өкім берілген, осылай келген уақытта құтылып кеткен адамдар бар. Себеп Аллах жазған, әлі жасау керек бұл адам, істейтін ісі бар әлі. Түсінікті ме? Неше реттен бұл тарихта көретін болсаң. Түсінікті ме? Қорқатын болсаң, анадан қарау, мынау нито қарап жатыр, анау маған бүйтіп жатыр, біреулер әшейін біреу нито қарап қалса, қорқып қалады, маған нито қарап қалды ана деп. Несінен қорқасың? Не істеп береді саған, айтшы? Не істеп береді ол? Сен Аллахтың алдында пәк болатын болсаң, абыройыңда, ісіңде, сөзіңде пәк болатын болса, арам адалыңда шекпенен тұрған болатын болсаң, бииднилла азза ва жал кімнің алдында болса да жүрегіңді Аллах берік қылады, иншалла. Жүректің өзгеруі әлсіздігін қаяқтан келеді? Ана әлсіздікті не келтіріп жатыр? Дірілдеуді не келтіріп жатыр? Қорқуды не келтіріп жатыр? Ана күнә. Күнә жүрегіңді қарайтып қойған, содан кейін Аллахтан басқасынан қорқасың, басқасынан үміт етіп қаласың, осылай батқаққа кезек-кезек кіріп кете бересің. Сол үшін айтып жатыр, «Уәлә яхафу илля замба». Мына құлағыңа, былайша қазақтар айтады, құлағыңа сырға қылып ал деп, Сырға жоқ қой енді еркектерде. Бірақ ардайым сақтап жүр дегені бұл нәрсе. Сен күнәңнен қорқ. Анау мынаудан емес. Дұрыс, табиғи суретте адам қорқады ғой, бірақ адам жүрегі байлануы күнәсі себептен келетін бәле. Соны білу керек. Айтады радиаллаху анху, «Вала ястахи жахилун ан яс'ал амма ла я'лам». Надан болса, білімсіз болатын болса, білмейтін нәрсені сұраудан ұялмасын дейді. Түсінікті ме? Себебі білмейтін нәрсеңді ұялып сұрамай жүрсең, артқа кете бересің. Аллахқа алға жүрудің орнына артқа кете бересің. Солай ма жоқ па? Неге ұяласың? Сен де сұрасаң біреу құлағын кесіп ала ма, тілін кесіп ала ма? Солай ма жоқ па? Мүмкін сұрақ нито шығып қалуы мүмкін арада. Біреулер күліп қоюы мүмкін. Немесе білім иесі сені ұрысып беруі мүмкін. Болып қала ма, сондай жоқ па? Болып қалады. Ол да адам мүмкін қате түсініп қалады шығар сені. Осылай. Бірақ ештеңе қалмайды ғой. Бүгін бос, ертең өтіп кетеді. Бірақ сен пайдаланып қалғаның қалады. Сен егер осындай бір себептерменен сұрамасаң, сен зиян көресің. Сұраққа жауап беруші зиян көрмейді. Сен емес, басқа да. Түсінікті ме? Сен сұрамасаң, одан басқа біреу сұрайды. Ол ажырды ала береді. Зиян көрген кім болып қалады? Сен. Себебі сен өзің кітап оқи алмайсың. Өзің түсіне алмайсың. Өзің іздей алмайсың. Сенде тек қана не бар? Қимылдайтын тіл бар. И жақсы нәрсе мен жаман нәрсені айырып білетін жүрегің бар. Бір нәрсені мен айтып жатқан жоқпын. Әйтеуір не болса да сұрай бер енді бүгіннен бастап ертеңге шейін. Жоқ. Сұраудан бұрын адам ойлану керек. Мынау сұрақ пайдалы ма немесе жоқ па? Сондай бір сөздер болады. Бір сұрақтың артынан адам, ұстаздар 1 сағат сөйлейді. Бір сұрақтың артынан үмбетке үлкен бір пайда нәрсе келеді артынан. Мына сұрақ қойған адам сауаптың астында қалып кетіп жатыр ана. Қай жерге сол дауыс жетіп барса, ананың нәсібесі бар. Себебі жақсылыққа себеп болған адам, оның несі болады? Оның істеушісімен бір түрлі, сөйлеушімен бір түрлі ажыр алып тұрады. Себебі сол, болмаса сөйлеген адам қаяқтан сөйлейді. Сол үшін Али радиаллаху анху айтады, білімсіз адам білмеген нәрсені сұраудан ұялмасын. Енді екінші адамның мәселесі келіп жатыр. Ол ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. Өзі білмеген нәрсені сұралған білім иесі білмеймін деп айтудан да ұялмасын дейді. Білмеймін деп айтудан да ұялмасын. Наби саллаллаху алейхи вассаламнан Жибрил сұрады ғой, қиямет туралы айтшы деп. Солай ма?
Наби саллаллаху не деді? Сұрап тұрған адам, сұралып тұрған адам сұраушыдан көре білімдірек емес бұл мәселеде. Яғни мен де білмеймін оны, сен де білмейсің деді. Солай ма? Мен де білмеймін, себебі Аллахтың біліміндегі нәрсе. Білмеген нәрсеге не қылады? Мұрын сұғып. Солай ма? Демек, білім иесі білмеген нәрсесін туралы сұралатын болса, білмеймін деп айтудан ұялмасын. Төртіншісі, не айттық? Бесеу дедік, бесіншісі ол ертеңгі сабақта айтамыз. Бесіншісін ертеңгі сабақта айтамыз. Себебі ертеңгі сабақ сабыр туралы, ол тақырып сабақ туралы. Уақытынан бұрын айту орынды емес. Түсінді ма?